Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, құрметті достар, барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық, бақыт, береке тілеймін. Арпа бидайға кетіп бара жатырмыз. Қазір жақын жерден шығып тұр, Қостанайдан 40 шақырым барам дегенше асфальт трасса. 105 теңгеден келістік. Қапшықтап. Қапшыға жүктеп беру, сол 105 теңгенің ішіне кірді бәрі. Ана 80 километр жерден жаңбыр жауып, 2-3 күннен бері жол жаман дейді. Сосын жарайды, осы жақын жерден аламыз. Балдар таң сағат 6-да шығарып кеткен, 6 болмай. Жайылып жүр бұқалар. Бұқалар жайылып жүр. Сиырлар мына бетте жайылып жүр. Мен сиырларды сауып алдым. Бұқаларға жемін бердім. Сөйтіп енді бидайға кетіп бара жатырмыз. Балдар не ана жерде ғана жүр, әдемі. Өйстіп бидай тасимыз. Ал алла деп жүреміз жолға. Асықс болады. Не балдар, мал бар. Осылай айына қазір мына бұқаларды далаға шығарғасын үнемделіп жатыр. Айына асып кетсе 12-13 тонна жеп жатыр айына қазір. Арпа, бидай, жымық, шұрық барлығын алғанда кебек 13, мүмкін 14 тонна ма жеп жатыр. 100 бас. Қазір бұқалар уже сойылып бастады. Үлкен бұқалар сойылып бастады. Алдын деген 16-17 тонна жеп тұрды бір айда. Әр барып бергенде 4,5 тонна алып келеміз ғой. Көбінесе 4,5 тонна алып келеміз. Сол өте қатты нагрузка да емес, аз да емес. Не ол трассада болса 4,5-7 тонна не қыламыз, асфальтпен жүрген соң ше. Жолсыз болса 4 тоннадан артық баспаймыз. Трасса жаңа грейдер жол бар. Оларға азырақ басамыз енді. Осындай асфальтқа түсіп алдық. Әдемі тас жол. Барам дегенше, келем дегенше осы ауылымызға дейін асфальт. Қысы жазы таза тұрады, асфальт жол бар, әдемі. Осы елушіміз біздерде жақсы жұмыс істеп отыр. Өткенде көктемде бір айдың ішінде 60 рейс қи тасыдық. Өзімізде жаңа сиырдан шыққан қиларды 20-25 мыңнан. Сол өзінің шығындарын жапты, бензин алдық, газ алдық. Және өзімізге ақша істеп алдық бір айдың ішінде. Осындай бір талай ақша істеп берді. Көк елушім. Молодец. Бұл жақсы, дачалы кішкентай. Дачалардың ішіне кіреді. Ыңғайлы да.
үлкенірек машин болса, ол дачаға сыймайды, ана ағаштар өсіп кеткен. А егер ол осы 53 жоқ кезінде алдын. Қазір міне өш жерге дейін міне егін жоқ, міне көрдіңіз ба? Тегістік өш жерге дейін өрс. Осы жерге дейін малды бағамыз. Осы ауылдан қазір 3 шақырымдай жер жүрдік. Осы жер мына ағаштардың ар жақтары тегісті 3,5 километрге дейін бағуға болады. Сол осы мінекей мына ағаштардың ар жағының бәрі тегістік. Бұл жаққа ауылдың мал кемейді, шөп деген кейілмейді да, әдемі. Сол үшін жақсы. Алдын деген жаңа айтып атқаным 53 жоқ кезінде біздер КамАЗбен алдыратын едік. 40 шақырымнан қайта жалдайтын едік. Ол да деген 5-10 мыңға келмейді. Ол да бірталай шығын еді. Ал енді қазір өзіміз алып алдық 53-ті. 2 жыл болды, өзіміз тасып жатырмыз, және өзін ақтады, қысқасын айтқанда 53. Қидың өзіменен бірталай пайда түсірді. Мінекейіне тегістік. Осы жердің барлығына дейін мал алып келсең болады. Мына жағын енді алыстап кеттім мен. Бұл жақ жерге дейін біз кемейміз бірақ. Біздің табиғат. Осылай міне құрметті достар. Барам дегенше тас жол. Ақшаны алып алдым. Кеше сөйлесіп бәрін дайындап қойдық. Кешқұрым сөйлестім, бүгін кел деді. Сол барып алып келеміз енді. Барам дегенше жол осындай, жан-жағың асфальт, ағаштар. Әдем. Алдымызда 2 ауыл бар. Сосын 1-2 шаруа қожалықтар бар. Қостанайға жақындағанда әдемі парктер бар. Биік ескі ағаштар бар. Қостанайға жақындап қалдық. Міне Қостанай. Қостанай қазір әдемі өсіп келе жатыр. Қауқымды құрылыс жүріп жатыр. Мынау қайда. Алтынсарин ауылы. Самолет ұшып бара жатыр. Алтынсариннан кейін Тобылдың ар жағы 2-3 ауыл бар, сосын Қостанай 10-15 шақырым қалды. Қостанайға жақындағанда осындай мынау парк, демалыс орны. Ағаштар қалың отырғызылған, сосын ортасында демалатын жерлер бар. Мына жерде кішігірім футбол алаңы бар, волейбол. Адамдар кешқұрым кеп отырып демалады. Шашлык от жағуға рұқсат емес, чисто кеп
әкелген тамағын жеп адамдар солай. Былай әдемі, жақсы. Камерадан өтіп алдық. Осыны ана жерде анандай электронный весатор тараз. Машинаның салмағын өлшейді. Мына жерде мінекей Заречный деген ауыл еді. Бұл да қазір үлкен үйлерді, жаңа жылдан бастап мына үйлерді құрды. Қыста да бұл жерде қанша аяз болса да құрылыс тоқтамай жүре береді. Осындай үйлерді құрып тастады Қостанай. Алардың бәрі дачалар. Яман өттім. Оң жағымнан басы бозды. 60-65 пенге жатырмын, соның өзінде асығыз. Үйлерді жаман құрып жатыр. 20-25 ба үй құрып тастады. Ne dostlar, keldik. Осындай қылып қазір балдар пасок қылып жатыр. Келдік, не балдар тиіп жатыр, пасовка қылып. Қапшықтап қазір тиіп береді, соны кетеміз. Мынандай құрғақ, иісі жоқ, әдемі. Арпа. Болды. Tıkıp tastады.
Bismillah, ketdi. Geldik, aman esen. Allah'a şükür. Үлгерсек барамыз. Мінеки былай болды. Рассыпной болса, аудара саласын. Енді мынаны қолмен түсіреміз. Қолмен түсіреміз. Bir қатар түсті. Мына жерге келіп рассыпной төгеміз. Ар жаққа кетіп қалмау үшін андай көтеріп тастадық. Ne dostlar, keldik 4,5 tondan sürüp tastadық. Soсын жем аз қалып еді. Соны не қылып жатырмыз? Un тап жатырмыз. Мінекей. Жемнің құрамы арпа, бидай, жымық. Шұрот таусылды. Осы үшеу. Осының ішінде процентін кілямен өлшеп саламыз да, мына жаққа қарай жібереміз бункерге. Бункерден ұнтайды, ұнталған ар жаққа шығады. Достар, осы күнде осы күндегі тіршілік таңғы сағат 5:30-нан бері әрекет. 5:30-нан бастап осындай тіршілік. Сиырды сауып алдық, сиырларды. Сөйттік та бұқаларды кеп жайғастырып, ана жайылатын бұқаларды далаға шығарып жайдық. Балдар уже әкеп кіргізді. Сөйттім жемге кеттім. Жемді әкеліп түсіріп тастап жағарып жатырмыз. Қазір үйге барып обед жеп, біраз демалып, кешкі сауынға шығамыз. 4-те келеді малдар. Малдар 4-те келеді, сиырлар. Сауып аламыз, бұқаларды кеп жайғастырамыз. Жылқыларды кіргіземіз, сөйтіп жүргенде кеш батады. Күніміз дәл осылай өтіп жатыр, не достар. Бұл фермердің бүгін бір күннің үзіндісі, достар. Барлықтарыңызға амандық тілеймін, бақыт береке тілеймін. Осы каналға тіркеліңіздер, пікір қалдырыңыздар. Қош сау, аман болыңыздар.